Абу Жафар Мұхаммед ибн Әли Бахир былай дейді: әкем маған: балам, 5 кісімен еш уақытта жолдас болма, олармен әңгімелеспе және жолда серік болма деді. Құрбаның болайын әке, ол 5-еуі кім деп едім? Әкем: пасықпен жолдас болма, ол бір асқа бола немесе одан да төменіне сені сатып жібереді деді. Әке, одан да төмені не деп едім? Дәметіп, қолы жетпеген нәрсе. Әке, екінші адам кім? Сараңмен жолдас болма, өйткені ол саған ең керек кезде мал дүниесін бермейді. Әке, үшіншісі кім? Өтірікшіні жолдас етпе, ол сағым сияқты жақынды сенен алыстатып, алысты саған жақын етіп көрсетеді. Әке, төртіншісі кім? Ақымақпен жолдас болма, өйткені ол саған пайда беремін деп зиян тигізеді. Әке, бесіншісі кім? Дегенімде, туысқанмен ара қатынасын үзгенмен жолдас болма, өйткені ондай адамның Құранда 3 орында лағынеттелгенін көрдім, деп әкем өсиет еткен еді. Дос араб тілінде садық, яғни шыншыл деген сөзден туындайды. Демек, дос әр жағдайда сізбен шыншыл қарым қатынастағы бауырыңыз. Нағыз дос сол адам, сен оны көргенде есіңе Алла тағала түседі, оған шын сенім арталасың. Ол ешқашан жалған сөйлемейді, әрдайым саған көмекке қолын созады, қайғыңды бөлсет, қуанышыңды арттырады, барын алдыңа тосады, сен үшін жанын қиюға да дайын болады.